Берік пен Самалдың үйленгендеріне жылдан асты. Өзге отбасылардан бұлардың еш айырмашылығы жоқ. Берік күндегісінше жұмыстан шаршап келіп, диванға қисая кетті. Пультті таппай, тұруға ерініп дауыстап, әйелін шақырды. Самал, ей Самал, пультті тауып берші. Орнынан тұрып ала салу қиын ба? Ана жақта мені шақыру керек е, сол үшін. Рахат осылардікі, дүниені қырып келгендей жатады кеп шалғайып. Жанындағы пультті де ала алмайды. Мен ойнап жүрген жоқпын ғой, тамақ пісіріп жатырмын. Қазір асты күйсе, менен көруші олма деп, Самал жұлқына пультті Беріктің ішіне атып ұрды. Осы қатын бірдемені қатырып жүргендей, неменеге кісі болып жүреді екен ей? Қашан көрсең де қабағы бір ашылмайды. Қыз күнінде бәрі жақсы деген шептіктей сұлу еді, бір жылда быттиып семіріп алды. Кезінде сұлу сияқты еді, сол сұлулықтан түкте қалмаған. Кеш болмай тұрғанда басына шолу керек. Не бірге боламыз, не қоштасамыз. Іштей осылай деп отырған Берік әйеліне біртүрлі жиіркене қарады. Ертесі Берік жолдың арық шетіне тұратын құмалақ ашатын әжеге барды. Берік өзі аңғалдау, сенгіш жігіт. Жолдастары барма десе де, тыңдамай қиналғанда осы кісіге баратын әдеті бар еді. Беріктің әңгімесін асықпай тыңдаған әже құмалағын шашып жіберіп, әйеліңді әлемдегі нөмірі бірінші сұлуға айналдырғанымды қалайсың ба деді, көзін бақырайтып. Иә, әйелімнің ертегідегі нағыз хор қызына айналғанын қалаймын. Тілеуің болады. Әйелің бүгіннен бастап өзгереді. Таныстарың танымай қалмас үшін әйеліңді бірден емес, күн санап, ақырындап өзгертетін боламын. Бірақ та бір шартым бар. Сен де сол хор қызына лайық күйеу болуың керек. Онымен бірге сен де өзгеруің тиіс. Келісесің бе? Келістім. Ендеше мен де кірістім. Берік үйге кірген бетте ас үйде жүрген әйелінен көз алмады. Теледидар көргенсіп, әйелін бағып отырды. Қашан хор қызына айналар екен? Көкейдегі сұрақ осы. Самал күйеуінің өзіне тесіле қарап отырғаны сезіп аздап қысылып қалды. Мен алғаш көргендей сонша қараған несі? Бүгін өзі жаман халатымды киіп алып ем, не киіп алған деп отырма екен. Құрысын, дене бітімімді жинап тұратын қара көйлегімді киіп алайыншы деп жүгіріп барып тез-тез киімін ауыстырып алды. Қобыраған шашын жинап, ерніне білдірмей жылтыр далабын шағып қойды. Берік Самалдың әр қимылын қалт жібермей отыр. Құмалақшының сиқыры іске асуда. Әйелім арықтап, сұлуланып бара жатқандай ма? Қалай өзі? Көйлегі де жарасымды деп ойлап отыр. Сәлден соң әйелі, сонша қарағаның не? Дегенде сасқалақтай қызарып, көмектесейін бе? Картоптың сыртын тазалап дегендей деп бірдеңе айтқансыды. Жоға, астайын деп күлді Самал. Ертесі Берік үйге жеткенше, жоқ, хор қызын көргенше асықты. Хор қызына лайық құрмет көрсет деген жоқ па? Құмалақшы, ендеше ең әдемі гүл алайын деп 101 голландиялық раушан гүлін сатып алды. Үйге кірсе Самал былтыр өзі әперген қызыл көйлегін киіп, әдемі боп боянып, қолпарып тұр екен. Хор қызының шашы да, ұзын кірпіктері де сұлу болады екен-ау, деп тамсана қарады Берік. Раушан гүлді құшағына алғаны, көздері түскенде қысыла төмен қарағаны, бәрі хор қызына тән. Өзіне сондай жарасымды. Самал дастарханды шайнатып қойыпты. Ертеңгі премьераға 2 билет алдым. Оған дейін саған керемет көйлек алайық деді Берік. Хор қызына тән көйлек әперем дей жаздап, тілін тістей қойды. Ой, мен теледидарды қосуды ұмытып кетіппін ғой. Күнде көретін киноң басталып кетті. Самал пультті әкелуге бара жатқан. Берік қолына шап берді. Қоспай-ақ қойшы, көрінбеп тұрған жоқ. Одан да ертеңгі күнде жоспарлайықшы. Сонымен күні бойы менімен болуға келісесің бе? Сен ше? Самал таңғалып қарап отыр. Хор қызы арасында сұлу болады екен. Өмір бақи бұл арумен қол ұстасып өтсем, арман бар ма менде? Ал хор қызы менің ұрпағымды жалғастырса ше? Қандай керемет. Бірақ ол келісер ме екен? Деп ойлады Берік іштей. Саған не болды? Бірдеңе айтқың кеп отырған сияқты, қобалжып отырсың біртүрлі. Тыныштық па? Иә, қалай десем екен? Мен сенің бала туып бергенді қалаймын. Сұлуым, хор қызым. Самал қуанғаннан күйеуін құшақтап ұзақ жылады. Хор қызымен өткен әр күнім, әр түнім қандай тамаша. Онымен өмірімнің соңына дейін болсам, арман бар ма менде?
деді іштей берік екінші немересін қыдыртып жүріп.